Құрметті әріптестер, қазір біз ұстаз платформасына аттестатталушы педагогтың өтінішін қалай толтыратынымыз туралы видеоны ұсынатын боламыз. Мысалы, қазір педагог, модераторға тапсырып отырған педагогтың жеке ЭЦП-сімен парақшасына кірдік. Бірінші кезекте мына жердегі жолаққа қараймыз. Толығымен жасыл болып тұр, яғни тиісті материалдардың бәрі толықтырылды деген сөз. Ендеше мына жерде сары болып жазылып тұрған портфолио материалдары, қазір мен қазақшаға аударып алайын. Портфолио материалдары деген белгіге кіреміз. Бір тексеріп шығамыз мұқият. Міне бірінші бізде бұл жерде білім сапасын қамтамасыз ету деген критерий. Ішіне кіреміз, білім сапасын қамтамасыз ету бойынша міне 3 жылдық материалдар енгізілген, және 1:2 деген жерде оқыту сапасы мұғалімнің сабақтарына қатысып шыққан әріптестердің балдары шығып тұр мінекей. Екіншісіне кіреміз, екіншісінде жетістіктер, міне бұл жерде 2:1 білім алушылардың жетістіктері міне толық енгізілген. Одан кейін педагогтың жетістігі бар дүниесі енгізілген. 2:2 оны қараймыз. Енді үшінші пунктіге өтеміз. Тәжірибені жалпылау. Бұл жерде оқу әдістемелік материалдар міне әріптес өзінің әдістемелік кеңесте бекітілген әдістемелік құралын ұсынған болатын. Сол жүктелген, зерттеу қызмет туралы деректер жоқ. 3:3 бұл жерде зерттеу тәжірибені зерттеу негізінде жарияланым бар. Lesson study зерттеулері бар екен. 3:4 мінеке жүктелген дүниелері тұр. Енді төртіншісі біліктілікті арттыру. Бұл жерде 80 сағаттық курстан өткен екен. Қосымшаны қосамыз. Қосымшада сынып жетекшілер мен кураторлар үшін деген белгіде өзінің сынып жетекшілігін растайтын бұйрығын жүктеп қойыпты. Енді мына жерде сол жағында аттестаттауға өтініш деген сары батырмаға кіреміз. Мәліметтер, жұмыс орны дұрыс, оқытушы мұғалім, еңбек өтілі, математика пән мұғалімі. Мәліметтерді растаймыз. Екінші санат деген жаққа жасыл жолағымыз өтті. Ағымдағы санаты педагог, мәлімделген санаты модераторға ұсынып отыр. Комиссияны таңдаймыз, яғни бұл жерде өзіміздің мектебімізді. Өтініш беру туралы белгі, яғни бұл жерде тест тапсырылған. Тапсырдыңыз ба тестті? Өттіңіз, е? Біз бұны өтініш беру түрі мәліметтерді растап көрейік. Бұл жерде әріптес тестлеуден сәуір айында өтеді. Тест нәтижелері жоқ. Сондықтан табылмады дейміз. Нәтижелерін бас тартамыз. Яғни бұл жерде көрдіңіздер ме, әріптестер, өтінішті береміз. Тестлеу нәтижелері тек сәуірде тапсырылады. Сол кезде автоматты түрде платформаға өзі кіреді деп бізге түсіндірме жұмыстарын жүргізген болатын. Эссені тіркеңіз деген міндетті белгі ұяшық тұрады. Осы жерге эссені тіркейміз. Загрузкаға кіреміз. Мінеке эссе тартып аламыз. Біліктілік санатын беру тәртібімен таныстыңыз, ол туралы қол қойдыңыз, өзіңіз әріптесім қасымда отыр, бірігіп толтырып отырмыз мінеке. Ал қол қойып жіберу дейді. Ал енді мына жерге таныстыңыз, көрдіңіз, жақындырыңыз. Енді әріптесім өзі қол қойып жіберу деген жасыл батырмасын басады. Өзінің ЭЦП-сі ашылады. Мына жерге парольді енгізіңіз. Әріптес өзі қасында отырып, өтінішті көріп, толтырып, қол қойып, аттестаттауға өтініш сәтті өтті деп шықты. Ал сәттілік